Жақсылығын жиып келген, 30 градусқа күйіп келген, күйседен үстіне барын салып киіп келген. Такси таба алмай бір машина 7 адам сыйып келген. Артық сөйлемейін деп өздерін тыйып келген. Алтын уақытын Ербай ағама қиып келген. Ербай ағама рахмет, алдыма бүкіл есіктерді жиып берген деп қойшы. Бүгін екеуіміздің байқаған Оспан тәрбиетінде ауыз толтырып айтатын үлкен тойымыз. Қарап отырсам, бүгін тек қана Есіл ауданы емес, бүкіл Қазақстан жиналған той екен. Той құтты болсын! Даладан ыстық, мына ішінде градус қалай екен? Көңіл қалай? Есілдіктерім мықты тұр. Ал Ақтөбе қалай келіп отырған екен? Ақтөбе қайда, Ақтөбе! Астана қайда? Астана қайда келген? Көңіл қалай? Анау түменнен келіп жатыр, түменді тұр қалай? Сау қайдамыз деге? Петропавл бар дейді, Петропавл қайда? Сарман дейді, Сарман бар ма? Илинка дейді, Илинка қажағында. Ақтап дереге. Бірлік дейді, бірлік бар ма? Бірлікте бірағына жөрген бе, не аламыз? Представитель, бір адам жүйетті ғой. Көмеш қайда, көмеш еді? Шабыл ұтты тұстан мейрамханасының 4 жылын жаңаға көңіл үй қалай баршамызды? Ал енді қарап отырып, қазір той басталса, мұнаның ішінде далада ыстық болады сияқты ғой, иә? Бәрі жауында тұрып жамай деп тұр. Ал енді құрметті ағайындар, өздеріңіз білесіздер, бүгін мінекей Есілдік жағасында, Сарманның нардай баласында жадырасып жарасатын, жапырасып тарасатын, балдай тәтті тілектер тыңдалатын, ән термеге жүректер нұрланатын, қызығы күннен де жырланатын Оспановтар әулетіндегі Ербай ағамыздың басында ауыз толтырып айтарлық 70 жас тойы. Қош келдіңіздер! Ал ендеше кәнеке баршамыз ақтаймыз ақтара келген Ербай ағамыздың кәнеке отбасымен қошеметпен шақырып қарсы алайық кәнеке. Танымысың сен бізді, қошемет баласы, біз қазақтың баласы. Қарады өткен, қанды өткен, күйді бедеп әндеткен, сені өткен, салды өткен, қосылай болып сұрағы сұлу жат өткен, аманат сөзді арқамалап, қадеті қалайын ат өткен, өшігі өмір толған соң, әліне ұшып, қошемет бекерге халық деген алып қой, солардың өмірді. Ербай аға келгенде Benim bir azap
Şamay şamşalat Birbirimizi kaçatız Kete berse Ай деңіздер. Өздері көріпсіздер ғой. Тәуба бұлар көп. Сосын екі партиямен кіргізіп жатыр. Бір партияға сыйдыра алмадық енді режиміңізді. Ал енді құрметті ағайындар, мінекей өздеріңіз білесіздер, біріңіздің ағасы, біріңіздің жағасы, біріңізге құда, құрдас, ауылдас, бауыр, нағашы, әріптес болған Ербай ағамыз үлкен қуанышы мінекей басталғалы тұр. Бұл ағамыз туралы енді айтар болсам, бүгінгі күнімі жетпейді. Сондықтан да бұл ағамызды менен гөрі жанында жүрген сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да тойдың барысында айта жатармыз. Ендеше менен сіздерден сұрайтыным бір-ақ сұрақ. Бұл ағам қандай адам? Бұл ағам жақсы адам ба? Жақсы адам ба? Өте жақсы. Өте жоқ, өте. Мен жақсы адам дегенде, иә, бұл ағамыз жақсы адам деген. Ағамыз жақсы адам ба? Бұл ағамды ел доқтаған ба, нақтаған ба? Мадам шоқа, көре алмай тұрған сияқты. Бұл ағамды нақтаған ба? Ал енді шегенді кәнегей. Бірге келді кәнегей. Қош келеді қайсы. Кәнегей отырып. Шапаларымызға. Кеші орның тарасын, ағайын бер бағасын. Есілде Ербай ағам бар, сыйласып қатқан жарасын. Шағалап есіл жарасын, Сарманның нардай баласы. Жетпіске бүгін кеп тұрған, ағама отан арналсын. Ағамыз біздің жақсы адам, жақсы адам, жақсы адам. Ағамды бәрі мақтаған, мақтаған. Ағамды бәрі жақсы адам, жақсы адам, жақсы адам. Ағамды бәрі мақтаған, мақтаған. Бірге келейік, музыка. Ағамыз біздің ағамды бәрі ағамыз біздің ағамды бәрі аға, мынадан кейін қалған сөз артық болады шығар деймін да. Міне бір-ақ сөзбен ағайын білдіріп тұр ғой сіздің қандай екеніңізді. Ендеше осындай әрқашанда ағайынның арасында, елдің арасында сыйластығымыз кетпесін. Бүгінгі таңда мінекей өздеріңіз білесіздер, бұл ағамыз 4 қыз, ұл тәрбиелеп солардың арқасында 15 мінекей немере, бір шөбере сүйіп отыр. Құдай қаласа енді осы балабақшаның замы, бір главный біреу бухгалтерін көріп отыра беріңіздер. Мынау өсіп келе жатқан ұл қыздарыңыз сіздің де қана жақсы деген жолыңызбен жүріп, сіз сияқты жақсы адам және ел мақтаған азамат болсын дедім. Құтты болсын! Ал енді бұл тойды менен гөрі осы Ербай ағамыз сағынып, асығып, тағатты ғана күткен болады. Солай емес пе? Ендеше міне маған звондаған сайын айтады, сені ертең тойдың басында мен бірінші сөйлеймін дейді. Жарайды дедім. Жаңа келатсам айтады, сені мен бірінші сөйлеймін деп. Жарайды. Ал енді аға, келіңіз, мына жерден мінекей Алтыбаштың басын қоспасаңыз да өзінің ағайын туыс құда жержат ауылдастың басын қосып осы үлкен дүбірлеп той болып жатқан сәтіңіз. Ендеше мына жиналған жамағатқа бір қош келдіңіз деп бір тойымыздың басын ашып берсеңіз. Ассалаумағалейкум ағайын туысқан жұрт, көпшілік қауым. Енді бұл жерде
айтып кететін ешқандай бөтен адам жоқ. Сіздер енді біздің әулетті білесіздер. 12 бала тәрбиелеп өсірген әке шешемізден тараған ұрпақтар. Соны бүгін біреуін де қалдырмай үлкенімізден бесіктегі балаға дейін осы жерде қазір. Міне сондықтан енді Алла көптік қылмасын. Мен енді 70 жыл жасамайтын шығармын дегенмен жобаларды да менің тойымда болсын деп әдейі алып келіп отырмын осы жерге. Қош келдіңіздер, құтты болсын. Той жұмысы болсын бәріңізге де. Мынау Серік бауырыма да рахмет. 6 айдан бері осы құдағаның етін жеп дайын бол деп жарайды міне соны жүргізіп жатқаныма басын беріп аласыз. Тойдың енді жалғасы болсын әр уақытта. Енді қалай еді, көпшілік сіздерге өте ризамыз. Мына ағайын туған жұртыма, бала шағама, немерелеріме, туған туыс барлықтарыңызға Алла тағала той жұмыс болсын. Құрдастарым отыр, құрбыларымыз отыр, мұның бәрі де солай. Жақсылықта болайық, қош келдіңіздер дейміз. Ал енді құрметті ағайындар, бұл ағамыз білесіздер, жанына мінекей өмірлік серік қылып, ыстығына қиып, суығына бірге тұрып жүрген Айнагүл жеңгемізге бір қош еді. Айнагүл апамның кешке қарай шығып түсет шығайын. Сіздерден бөлек мынау балаларды күту оңай ма? Сендерге бір қарай, балаларға бір қарай екі ортада шығып жүреді екен апам. Әндіші осылай жүріп жүретін бойыңызда қуат кетпесін. Құдай қаласа мен енді өздік деп ойламаңыздар. Жаңа просто случайно естіп қалдым. Құдай қаласа 2 жылдан кейін бұларда алтын мерейтой бар екен. Бір қош еді. Ол тойда басымызды күн болып, осы тойда жалғасын табатын болсын дейміз. Ал енді аға, сіз 70-ке келдім, енді 70 жасамай шәрлеп, заранее көңілге түсірмеңіз. 70 деген жас емес, 35-ін екеуі ғана. Құдай қаласа тағы бір 35 берсін енді. Кете ма? Ал енді шемірекке бүгін осы елі баяғамыз, қалтадағы барын, қорадағы малын ұстап, алдарыңыз болсын дархан дастархан жайып отыр. Бұл дархан дастархан той иелерінің сіздерге деген көрсеткен құрметті пейілдеп біліңіздер. Ендеше бір қошемет ұрам десеңдер ұрып. Алай жәнеке. Денемізді столға бұрып, қуанышымызды көңілге толтырайық, сосын орнымызға отырайық. Ал ендеше кәнекей, бәріміз шашымыз шашып, кәнекей той иелерді бастап, жиналған жамағатқа кәнекей, той құтты болсын деп, сіздерге жұмыс болсын. Той құтты болсын. Şarkın desin,